Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздермен бірге Еркебұлан Сержанұлы, Ерко оратор деп атасаңыз да болады. Адамдарға әдемі сөйлеуді, ораторлық шеберлікті, дауыс қоюды, өзіне деген сенімділікті арттыруды және харизманы үйретемін. Көп адамдар әдемі сөйлеуді қалайды. Өзіне деген сенімділікті көтергісі келеді, ораторлық шеберлікті меңгергісі келеді. Бірақ өкінішке орай, мынандай дұрыс емес мидағы убеждение ол нәрсеге кері әсерін тигізеді. Көп адамдар ойлайды, ораторлық шеберлік ол тума талантта ғана болады. Адамдар өзі солай туылады. Мен оны қалыптастыра алмаймын деген сияқты қате убежденияның кесірінен сол мақсаттан адамдар алыстап жатады. Негізі сөздің шыны керек, адам оратор болып туылмайды. Ол жүре келе қалыптасатын нәрсе және қалыптастыруға болады. Қалыптастыру керек ол нәрсені. Сол жөнінде сөйлесеміз. Әдемі сөйлеудің 7 қадамы. Бірінші қадамы энергетика речи деп аталады. Сіз сөйлеген кезде бір сарынды, монотонно сөйлейсіз ба, әлде әртүрлі интонация қолданасыз ба? Бұл сіздің собеседниктің ішін пыстырмау үшін өте маңызды. Бір сарынды, монотонно сөйлей беретін болсаңыз, іші пысып, просто сізді тыңдай алмайды. Екінші нәрсе ол дауыс. Біз 93% ақпаратты дауыспен қабылдаймыз. Тек қана 7% не айтылғаны маңызды. Былайша айтқан кезде еркек адамда әсіресе дауысы жуан болатын болса және низкий тон болатын болса, оның сөзі әдемі өтеді. Я, мен сіздерге осылай сөйлейтін болсам, мені ешкім тыңдамайды және сөзіме сенбейді. Сондай ғылыми эксперимент жасалған, бір жігіт көшеге шығады, жерге жаңағыдай круг сызады. Адамдарға айтады: "Бұл менің жерім, жоламаңдар" деген сияқты жіңішке даусымен айтады. Ешкім тыңдамай таптап өтіп кете береді. Дәл сол жігіт тура сол жерде өзінің низкий әдемі даусымен былай деп айтады: "Бұл жерге жоламаңдар, бұл менің жерім" деген сияқты даусымен айтқан кезде адамдар сол кругты айналып өте бастайды. Неге? Себебі низкий тон тікелей адамдарға влиять ететін болады. Сондықтан дауыстың еркек адамда низкий және грубый, более бархатный болу өте маңызды. Әйел кісілерде, яғни более женственный, нежный, бархатный болу керек. Және сөйлеген кезде жарқын дауыс шығу керек. Ақырын ғана сөйлеп, осылай мен сіздерге түсіндіретін болсам, сіздер мені даже тыңдамайсыздар. Үшінші нәрсе ол четкость. Маған көп адамдар жекеге жазып жатады. Мен сөйлеген кезде кейбір әріптерді жеп қоямын. Әрбір әріп өзінің орнымен шықпайды, тұтығып сөйлеймін деген сияқты. Бұл нәрсе өте маңызды, себебі сіз сөйлеген кезде әрбір әріп өзінің орнымен шығатын болса, адамдардың құлақтары рахаттанады. Яғни сізден қайта-қайта сұрап отырмайды. Не айттың, қайталашы, или миы қиналмайды. Сіздің ақпаратты қабылдау үшін сіз дұрыс емес сөйлейтін болсаңыз, дикцияңыз четкий болмаса, адамның миы шаршап кетеді. Сіздің әрбір сөзіңізді анализден өткізіп отыру үшін қиналып кетеді. Четкий болса сөйлегеніңіз, дикцияңыз әдемі болса, адамдар сізді бірден ұғынатын болады және сізді даже жақсы көріп кетеді. Төртінші қадам ол сөз тазалығы. Сіз сөйлеген кезде әртүрлі слово паразиттер қолдануыңыз мүмкін. Вот, былайша айтқан кезде деген сияқты. Сөз арасында деген сияқты паузалар. Бұның барлығы сөздің тазалығын құртады. Ораторлық шеберлікті төмендетеді. Осы нәрселерден құтылудың өзінің арнайы техникалары бар. Бесінші нәрсе ол структура речи деп аталады. Сөйлеген кезде біресе ана жаққа, біресе мына жаққа айдалаға кетіп қалу деген нәрсе болса, адамдар сізді ұқпайды. Анан айттың, мынан айттың, не болды сонымен деген сияқты түсінбей қалады. Сөздің арасындағы маңызды негізгі ойды шығарып, соның айналасында сөйлеу өзіндік шеберлікті талап етеді. Алтыншы нәрсе, ең маңызды ол өзіне деген сенімділік. Өзіне сенімді адамдарды аудитория, собеседник өте керемет қабылдайды. Ол прям сезіліп тұрады, сіздің сенімділігіңіз, және ол жақсы энергетика береді адамдарға. Өзіне сенімді адамда харизма болады. Сөйлеген сайын более интересно, даже актерлік шеберлікті қолданып барынша красноречие дейді ол, былайша айтқан кезде ораторлық шеберлігі жоғарғы деңгейге көтеріледі. Ол үшін өзіне деген сенімділігі жақсы болу керек. Комплекс болса, зажатость болса, ол адамда харизма болмайды ешқашан. Жетінші қадам ол импровизация. Сіз сахнаға шыққан кезде, біреумен сөйлесіп отырған кезде, адам неожиданный сұрақ қойып қалуы мүмкін. Сол сұраққа сіз дұрыс, четко жауап берсеңіз, аудитория сізді өте керемет қабылдайды. Немесе сіздің собеседнигіңіз сіздің импровизацияңызды көріп тамсанатын болады. Жалпы бұл өмірде кез келген адам үшін ораторлық шеберлік өте маңызды.
Неге? Себебі сіз бизнеспен айналысатын болсаңыз, өзіңіздің товарыңызды, услугаңызды сату үшін сіз сату өнері кезінде, яғни клиенттермен сөйлесу барысында ораторлық шеберлікті қолданасыз. Сіздің сөзіңіз өтімді болады. Қарапайым сізде жұмыскер болатын болсаңыз, онда сіз бастықтың көзіне түсу үшін, коллегалармен жақсы қарым-қатынаста болу үшін ораторлық шеберлікті қолданасыз. Қарапайым өзіңіздің ата-анаңызбен, әйеліңізбен, немесе күйеуіңізбен деген сияқты қарым-қатынас кезінде ораторлық шеберлік өте маңызды. Мынандай мысал келтірейін. Кішкентай қыз болады, мектеп жасындағы. Сол қыз анасына былай деп айтады, үйіне келіп: "Анашым, мен сізге бір нәрсе айтамын, бірақ сіз маған ұрыспаңызшы" дейді. "Мен өкінішке орай аяғым ауыр болып қалды." Ол жігіт енді жақсы жігіт негізі, просто наркотик шегетін болмаса, сондай өзінің аурулары бар екен, наркоман екен, "Мен соған тұрмысқа шығайын деп жатырмын" дейді. Анасы жүрегін ұстап шошып кетеді. "Не айтып тұрсың?" деген сияқты шошып кетеді. Сосын қыз айтады: "Анашым, қалжыңдаймын. Мен просто химиядан 2 алып қалдым. Соны айтқым келді" дейді. Анасы айтады: "Ойбай, құрысын. Бәрі құрысын өзі. Химиясы да құрысын, физикасы да құрысын, сен өзің аман болшы" деп жауап береді. Бұл жерде қыз бала не істеді? Сөздің ораторлық шеберлікті және дұрыс подход тауып айта білді. Осы сөзбен жеткізе білді, что бағадан гөрі қыздың өзі маңызды екендігін, мен маңызды ма, әлде баға маңызды ма деген нәрсені осы сөз арқылы жеткізе білді. Дәл осы ораторлық шеберлікті, өзіңізге деген сенімділікті, харизманы, сөзді өткізе білуді өмірде қолданатын болсаңыз, онда адам бақытты болады. Себебі кез келген жерде сөзі өтетін адам өзіне деген сенімділік жоғары болады және ортада өзін керемет сезінеді. Маған жекеге өте көп адамдар жазды. Мен тойда сөйлеген кезде, тілек айтқан кезде, көп ортада сөйлеген кезде қысылып қаламын, айтайын деп тұрған сөзімді айта алмаймын, жұмыста да өзімді біртүрлі сезінемін, сөзімнің соңын жеп қоямын, дауысым мейлі менің еркек адам болса, дауысым жіңішке, жуан қылғым келеді, низкий тон жасағым келеді деген сияқты өте көп адам жазды. И мен айтамын, қысқа уақытта оны үйрету мүмкін емес. Ол үшін кемінде 2 ай бойы әр адаммен жеке жұмыс жасау керек. Сондықтан өзімнің ораторлық шеберлік курсымды аштым. 2 ай бойы әр адаммен жеке жұмыс жасалады. Яғни куратордан емес, тікелей менен кері байланыс болады. Алғашқы 1 айда біз 1 модуль ол дауыспен жұмыс жасаймыз. Яғни дикция, интонация, тембр, фразировка. Осы нәрселермен жұмыс жасаймыз, себебі ораторлық шеберліктің ол басты нәрселердің бірі ол дауыс. 2 модульда өзіне деген сенімділікті көтереміз, сол арқылы харизманы дамытамыз. Яғни кез келген адаммен сенімді сөйлесе білу, жақсы собеседник болу. Сөз арасында ыңғайсыз паузалар болады. 2 адам сөйлесіп отқан кезде мен де не айтарымды білмеймін, ол да не айтарын білмейді. Сөйтіп пауза болып қалады. Сол нәрсені қалай толтыру керек? Сол жөнінде сабақ және күтпеген сұрақтарға жауап бере алу. 3 модуль сахна, камера алдында қорқынышты жеңу. Сахна алдында өздеріңіз білесіздер, толқу болады. Сол толқуды қалай жеңу керек? И сізді тыңдаған кезде қызықты болатындай сөйлеу. Ойды жақсы жеткізе білу, сөз энергетикасы және сахнада қолды қалай ұстаймыз. Сізге деген сенімділік жоғары болу үшін. И бір сарандылықтан құтылып қызықты сөйлеудің тәсілдері. 4 модульді импровизацияға жеке бөлек арнадым. Яғни импровизацияның приемдары, ойдың жүйріктігі және артық паузалардан арылу. Жаңағы айтқан артық пауза ол бөлек, бұл жердегі артық паузалар ол бір бөлек. Бұл жөнінде курста толығырақ айтамын. 5 модуль storytelling. Қазір маркетингтегі ең мықты құралдардың бірі және ораторлық шеберлікте де ең мықты құралдардың бірі. Яғни тарихыңыз арқылы адамдарды сендіре білу, шабыттандыра білу. Жақсы историяның құрылымы қандай болу керек? Сізді прям адам тыңдаған кезде аузын ашып тыңдайтындай историяны айта білу. Осылардың барлығы ораторлық шеберлік курсында. Курстың негізгі бағасы 100 000 теңге. Бірақ именно осы видеоны қарап отырған жандар үшін 50% скидка 50 000 теңгемен қатыса аласыз. Болашақта курстың бағасы 150 000 теңгеге көтерілетін болады. Сондықтан дәл қазір 50 000 теңгемен алып үлгеріп қалыңыз. Астыда Каспи номер және чекті мына номерге жібересіз. Сізді курста күтетін боламын.